Шетелдік танымал археолог. Бізге толығырақ түсіндіріп бере аласыз ба? Жоғары сыныпта, тоғыз сыныпта. Өңірлер бойынша Өңірлер бір арнайы жерге жинап, музей болып, адамның сүйектерін тапқан сәттер болды ма? Арнаға тіркеліп, білбіл басуды ұмытпаңыз. Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Story Media және бүгін бізде қонақта археологымыз бар. Қазір жақынырақ танысып, жастардың археологияға деген көзқарасын, 21-ші ғасырда археология саласы қалай дамып жатыр осы туралы толығырақ мәлімет білетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Бізге қонақ болып келгеніңіз үшін рахмет. Өзіңіз туралы ақпарат беріп, толығырақ таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Шақырғаныңызға рахмет. Біріншіден, толық аты-жөнім Нұрғали Еспайбек болатыны. Әлкей Хақанұлы мағлұматындағы археология институтының орта ғасыр археологиясы бөлімі. Сонда кіші ғылыми қызметкермін. Қазақ ұлттық университетін бітіргем, тарих факультетін. Қазіргі таңда магистрмін. Бұйырса енді докторантураға тапсыратын боламын болашақта. Сіз өзіңіз осы археология саласын жақсы көріп келдіңіз бе? Иә. Басында енді бала кезде ең бірінші архитектураға деген қызығушылық болды. Сосын тарихқа да қатты қызығамын, бірақ таңдау қиын болды. Тарихта кішкене басқаша деп, саяси жағы бар деп, басқа жағы бар. Солай көріп жүрген кезде жоғары сыныпта, тоғыз сыныпта осы қазіргі бітірген ағайымыз археология деген мамандықты жақсылап таныстырды. Сондай архитектураға да, тарихқа да қатысы бар деген сияқты. Соны екеуін қосып археология таңдап, уже жоғары сыныпта менде бір ғана мақсат болды. Қазақ ұлттық университеті және археология мамандығы. Содан бері келе жатырмын. Нағыз өзім қызыққан мамандығым деп айта аламын. Иә, андай сөз бар ғой, археология деген ол белгілі бір адам арқылы немесе белгілі бір оқиға арқылы келетін мамандық дегендей. Жай өзің былай келіп тап етіп түсе қалатын жағдай аз болуы мүмкін да, себебі Қазақстанның өзінде ол салаға грант аз бөлінеді, баратын адам саны да аз дегендей. Яғни баратындар мүмкін шынымен өздері қалап, сол нәрсені армандап, сіз сияқты өз қалауымен барса, жетістікке көбірек жететін шығар. Иә, мүмкін. Сол дұрыс айтасыз, негізі адамдар арқылы көбінде, және болмаса басында мамандыққа қызықпай келіп, сол далалық практика кезінде болмаса басқа да ағайлардың қызықтыруы жүрген жетті. Сол арқылы ағай қатты қызығып жетістікке жететіндер бар. Сіз жаңа атап өткендей, осы салада жүргеніңізге 5-6 жылдай болып қалды ғой. Осы аралықта шамамен қанша экспедицияға барып үлгердіңіз осы Қазақстан ішінде? Өңірлер бойынша, Өңірлер бойынша, егер дәуірлер бойынша жатпаса, ең алғашқы экспедиция мен тас дәуірі болды. Осы Алматы облысында, Жамбыл ауданы. Сол жерде қатыстық. Бұл кезде біздің Бесик деген қазіргі ағайымыз алып барды. Сол жерде сосын жапондық қауым болды. Қызық болды өте. Ең алғашқы танысу практикамен. Ал екінші экспедиция бізде общий практика болды, жалпы практика дейді. Шығыс Қазақстанда Тарбағатай ауданында болды. Біз ол кезде сақтарды, ерте темір дәуірі, сақтардың обасын зерттедік. Ал одан кейінгі экспедициялар менде Қаңлы дәуірі бойынша, сосын орта ғасыр, негізінен орта ғасыр бойынша болды. Көбінде осы Жамбыл облысында болды. Шу, Тоғас өңірлерінде. Ал осындай экспедицияларды ұйымдастырған кезде біздің мемлекетімізден сіздерге қаржы бөлініп, жаңағындай ол жерде сіздердің жатын орындарыңыз, ішетін тамақтарыңыз барлығы қарастырылады ма? Иә, ол барлығы қарастырылады. Жатын орынға, тамаққа күндік есеппен бәрімізге ақша түсіреді. Сол арқылы біз далалық керек заттарымызды аламыз, тамақтарымызды бәріміз одан мемлекет қаражаттан аламыз. Бұл нәрсе неге сұралып тұр? Себебі қазіргі көріп жатқан жастар, археологияға қызығып жатқан немесе өте қызықпай, мүмкін осы видеоны көріп қызығушылық танытатын адамдарға ол өте жақсы пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Себебі экспедиция барысында қалай жүзеге асады барлық нәрсе, ол қызық қой. Археологияның даму тарихы бойынша бір қызық оқиға бар ма? Әлем бойынша, Қазақстан бойынша жалпы? Мен онда өзіме ең бірінші археологияға, әлемдік археологияға танысқан оқиғамдай деймін. Бұл енді археология тарихында жарыс жасап десек те болды, ол тарихи оқиға. Генрих Шлиман, әуесқой археолог және миллионер, сол заманда өте бай танымал кісілердің бірі. Және ол полиглот, маған жоқ деген, оңға жоқ па, сөйтіп жүрген. Сол жерде қызық тарих болады. Ол кішкентай кезде жаңағы Шлиман Гомердің Илияда жазбасын жаттап өскен, оқып өскен, қызыққан. Жалпы грек мәдениеті өте қатты қызық өскен. Сол аңыздағы қаланы, ол Гомер жырлаған сол аңыздағы қаланы табамын деп
өзіне серт берген ғой бала кезінде, арман қойған, мақсат қойған. Ақыры сол мақсатына шамамен 47 жасында дейін жетеді ақыры. Ол орыс тілін үйренеді, түрік тілін, көптеген тілдер үйренеді. Сосын ақшасын, соның бәрін неге салады Трояны табуға. Ақыры Трояны табады, бірақ оның көптеген ғылыми ортада не болады, келіспеушіліктер, сұрақтар. Шлиман Трояны шынымен тапты ма, немесе ол Трояны бұзды деген сияқты. Өйткені ол кезден археология енді дамыды, 19 ғасырда. Троя 1873 жылы табылды. Археология енді қалыптасып жатқан уақыт. Сол кезде қазба жұмыстары кезінде мәдени қабат деген термин бар, стратиграфия деген. Сол қабаттарды бұзып жіберген деп айтылады. Сосын Шлиман о баста Трояның өзі Троя 12 мәдени қабатта тұрады да, соның 6-шы қабатында шын жаңа көмер жылаған. Біздің заманымыздан бұрын 12-ші жылы Троя 6-шы қабатта. Ал бұл бастапқы қабаттан жасалып болатын, яғни ежелгі, одан да ежелгі уақыт. Тас дәуірінің аяқ жағы шамамен 50 басында. Бұл археологияда өтесіне жаңылыс жасады, аңыздағы қаланың шын мәнінде болған деген. Бірақ енді Шлиман оны тапты, бірақ оны ізбасарлар одан басқа көптеген шетел археологтар абай дәлелдеп нақты уақытында артефакты дәлелдеп ғылыми айналымға енгізді деп айтсақ болады. Ол дәлелденген қазір өте қызық оқиғалардың бірі. Сіз айттыңыз ғой, ол 47 жасына келіп сол нәрсені жасады дегенде бала кезден армандап, иә. Сізде сондай бір арман бар ма Қазақстанның археологиясында? Мына нәрсені тапқым келеді, мына нәрсені жасағым келеді. Білмеймін, маған су асты археологиясы қызық. Бізде Қазақстанда кеңдер алған сала, көбінде ол теңізге жақын жерлерде, мысалы Жапонияда, немесе Түркияда, Еуропа елдерінде дамыған сала, бұрынғы мысалға. Өзеннің шайып кетуі, көлдің, теңіздің өзінің үлкеюіне байланысты бұрынғы адамдар қалалар тастап кетеді, ал қалалардың барлығы су астында қалып кетеді. Немесе соғыстың кезінде кемелер суға барып кетуі мүмкін, әртүрлі жағдай болады, апаттан. Біз сондай зерттеген. Бізде Арал теңізі астында да бұрын қалалар болған, ол табылып жатыр. Арал теңізі тартылып. Өйткені Арал теңізі бұрында да тартылып, солай кеңейіп жатқан. Адамдар тартылған кезде қала салған сол жерге Араласар деген қалалар. Мысалы Каспийдің, мысалы Сарайшық бізде Жайық өзені шайып кеткен көп бөлігін. Мүмкін Жайықтың астында, мүмкін Каспийде біраз байлықтар болуы мүмкін. Экспедициямен барып көрдіңіз ба сол Аралға, Жайыққа? Әзірге барып көрмедім. Бірақ су асты археологиясы қызық. Қазақстан болса да, әлемдік экспедициялар болса да, Титаниктің зерттеп көрген басқа деген сияқты. Титаниктің зерттеуге болу керек негізі. Түркия, Жапонияда Құбылай ханның кемелері болды. Құбылай хан шабуыл жасады Жапонияға, сол кезде цунами болды. Сол кезде бүкіл кемелер, мыңдаған кемелер судың астына басып кетеді. Солар қазір табылып жатыр, көптеген кемелердің жаңағы қару-жарақтары болсын, артефактілер табылып жатыр, өте қызық. Ондай табылған артефактыларды мысалға бір арнайы жерге жинап, музей қылып жасай ма, әлде ол нәрселерді мемлекетке сақтауға бере ма? Негізі музейлерде тұрады көбісі. Археологтар бірінші қазбадан алғаннан кейін белгілі бір уақытта толық зерттеп кетеді. Ол толық зерттеуге 10 жылдың зерттеуі мүмкін, немесе 20 жыл деген сияқты. Немесе сол шетелге анализге беруіміз мүмкін, сондықтан ол ұзақ уақыт зерттеуді қажет етеді. Ал содан кейін ол көбінде музейлерге қойылады. Ал алтын адам немесе басқалар, ол арнайы қор бар. Олар музейде тұрмайды, жаңағы оригиналы олар басқа арнайы қорда сақталады мемлекетте. Сіздерде Қазақстанда экспедиция барысында, осылай зерттеу барысында адамның сүйектерін тапқан сәттер болды ма? Адам сүйегі табылады, мысалы обалардың барынан деп адам сүйегі шығады жерленген болғаннан кейін. Ал қалалық жерлерде біз некрополь қазбаймыз. Өйткені қалада адамдар басқа жерге жерейді. Дегенмен әртүрлі жағдайлар болса, адамдар қайтыс болуы мүмкін сол уақытта, немесе ашаршылық кезде қаланың үстінде жаңағы адамдар жерлеп тастайды. Сол кезде адамдар сүйек шығады. Біз ондай жағдайда адамдарды жаңағы сүйектерін алып қайтадан басқа жерге барып жерлеп тастаймыз, егер қаладан шыққан болса. Ал обадан шыққан кезде толық зерттеуге алынады. Сол антрополог зертхана алып келеді, толық өлшейді, болмаса анализдер алады, сосын барып қайтадан жерленеді. Негізі көп обалардан табылады. Ол сүйектерге жаңағыдай ДНК жасай ма сонда? Иә, әртүрлі не жасайды, анализдер. Мысалға, ол адам сүйегіне екі түрлі әдістер болды. Мысалы, морфологиялық әдістер арқылы антропологтар зерттейді біздің институтта. Ол өлшемдер арқылы адамның бойы қанша болғанын, жасы қанша болғанын, нәрселер қандай, елме деген сияқты. Ол қандай адам немен ауырған белгілері бар ма, патологиялық деген сияқты. Ал генетикалық зерттеулер ДНК олар енді сәл қиындау қазіргі таңда. Бірақ енді шетелде Қазақстанда да ол қаражат талап етеді, бірақ ол алынады қазір көптеген институттар бар оны зерттейтін. Ал бұл зерттеулер қанша пайыз дәл деп ойлайсыз? Қаншама жылдан кейін енді табылып жатыр ғой?
ғылымның бір несі, ғылым ешқашан да 100% деген нәрсе жоқ ғылымда. Біздің шындық әрине ол өтіріктен алыс емес шындық былай айтқан кезде, ол нақты олай емес. Және ол шындық сіздің өзгеріп отыруы мүмкін. Мысалы сіз келесіз бір отырар қаласың деп айтайық. 10 жыл, 20 жыл сіз үстіңгі қабатын зерттеуіңіз мүмкін. Сіз айтасыз, ол қала мынандай уақыттарда өмір сүрген дейді. Тағы бір адам келеді, оның тағы астынан жеткізеді, ол мынандай өмір сүрген деген сияқты. Ол жаңалықтар ауысып отырады деген, ол жыл өткен сайын көптеген теориялар жетілдіріле түседі, немесе кейбір теориялар жоққа шығару мүмкін. Өйткені олардың дәлелдері уақыт өткен кезде әдіс болып шығуы мүмкін немесе. Сондықтан ол бір теориялар дамып отырады, немесе кейбір көзқарастар жоққа шығару мүмкін. Ғылымда тез өзгеріп отырады бұл нәрселер. Бүгін ашқан жаңалық ертең жаңалық болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Иә, тура біздікі сияқты екен. Сіздің жұмыстарыңызды байқаған кезде керамика туралы айналысқаныңызды білдік. Керамика туралы не айта аласыз? Қазақстанда ол сала қатты дамыды ма археологияның ішінде? Және бір мақалаңызда көріп қалдық, жаңағы Жаркөл төрт гүлдері деген ұғымды бізге толығырақ түсіндіріп бере аласыз ба? Керамика археологиядағы енді классикалық зерттеулер шығар. Археология пайда болған кезде керамика болған былай айтқан кезде. Кейбір ғалымдар археологияны керамика туралы ғылым деп атайды, өйткені керамика өте көп табылады. Енді Қазақстанда жерде керамика неолит дәуіріне жатады, біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 мың жылдан кейін. Өз керамика соңғы өзі неолит дәуірінде қатты дамып, өндіріске енді қолданысқа. Енді даму тарихына келетін болсақ, бізде керамиканың неше түрлі және тұрмыстың барлық, мысалы асханалық, ас үйлік немесе ритуалдық, мысалы құрылыс толық керамикадан жасалған заттар өте көп, өте қарқынды дамыған Қазақстанда керамика орта ғасырларда әсіресе дамыған орта ғасырларда. Ал зерттеулерге келетін болсақ, негізгі зерттеулер керамикада морфологиялық деп айтуға болады, классикалық, яғни керамиканы өлшеу, құрастыру, оның уақытын анықтау, оның ерекшеліктерін сипаттау, ернеуі, мойны деген сияқты. Оның сақталу дәрежесі қандай, өрнектері қандай, оның бояуы қандай деген сияқты. Микроскоппен зерттеу, әртүрлі зерттеу салалары бар. Мысалға, біз мысалға керамиканың түрін және оның қолданылу аясын, өлшемін толық ала аламыз да. Ал бірақ келесі дамып келе жатқан зерттеулер, ол бірақ барлық елде бірдей қолданыста емес. Мысалы, липидтік анализ деген бар. Қыш ыдыстың ішіндегі липид деген қалдық май деген сияқты нәрсе, сол ақуыз былай айтқан кезде. Сол керамиканы алып, қырып алып лабораторияда зерттейді. Сол кезде оның қандай жануарға тиесілі білуге болады. Мысалы, олар қой жеген ба, балық жеген ба, тауық жеген ба деген сияқты. Бұл енді ондаған елдерде ғана, дамыған елдерде ғана әзірге қолжетімді, ал Қазақстанда бұл сала әлі дамыған жоқ. Көптеген салалар бар Қазақстанда. Сосын керамиканың құрамын анықтауға болады неше түрлі, қанша пайыз химиялық құрамында қандай элементтер қосылған деген сияқты. Бұл Қазақстанда қолжетімді әдістер. Сіз сол Жаркөл төрткүлінен табылған 946 жануар сүйегінің 98,5% үй жануарлары деп көрсеткенсіз. Бұл мал шаруашылығы басты кәсіп болғанын білдіре ме, әлде оның басқа да себептері болуы мүмкін бе? Жаңа жануарларды да айтып өттіңіз ғой, керамика арқылы оның қай жануарға тиесілі екенін табуға болады деп. Бұл ұжымдық мақала негізі біздің жетекші Ералы Ақылбек, бұл жобаның жетекшісі болған. Сосын Мәмбет Шарабай біз археолог, осы немен алсам, жануар сүйектермен алсам, керамикамен алсам. Ол жерде енді бұл сүйектер, ол жерде мал шаруашылығы болған, және оны өсірген, оны ет үшін пайдаланған болуы, сүт үшін пайдаланған болуы, бірақ енді шаруашылықты егін шаруашылығына қатар қолданылған ол жерде. Жаркөл төрткүлдер жаңағы ұғымына келетін болсақ, төрткүл деген Махмұд Қашқаридың сөзінде бар, төрткүл. Бұл әлемнің төрт бұрышы деген мағынаны білдіреді. Төрткүл дүние деп айтады, мысалы төрт әлем деген сөз ғой айтқан кезде. Сол төрткүл деген термин бар, бұл ескерткіш, бұл керуенсарай болуы мүмкін, немесе қала болуы мүмкін, немесе қорғанысқа арналған болуы мүмкін. Бұл төрт бұрышты қала былай айтқан кезде, төрт бұрышты қоныс немесе. Көлемі төрт бұрышы болады, төрт қабырғасы болады, төрт бұрышы болады. Бұл белгілі бір уақыттарда әсіресе қарахан уақытында осы оңтүстік Қазақстанда өте көп кез пайда болған. Мысалы Жаркөл төрткүл деген 3 төрткүл бар сол жерде. Айтқанда біреу қала негізінде өте үлкен, қаланың екінші көлемі кіші. Біз соны анықтау мақсатында зерттеген болатынбыз. Төрткүл қазір әлемдік елдегі төрткүл деп жазылады. Өзіміздің оқулықтарда да төрткүл уже терминге айналып кеткен. Төрткүл ескерткіштер деген сөз. Бірақ оны қолдану әртүрлі. Біреулер қорғанысқа арналған болуы. Мысалы өте биік болса қабырғасы. Ал біреулердің мәдени қабаты өте терең болды. Адам көп тұрған. Демек ол жерде керуен сарай болуы мүмкін деген секілді. Сіз
жаңа атап өткендей ол жерде қой туралы жазылған ғой. Соны айтып бере аласыз ба? Былай ауызша ол қызығырақ болатын сияқты. Қой енді сол жерде өсірілген, бағылған, ет үшін пайдаланған. Ол жерде адамдар екі кәсіппен де бірге айналысқан ғой, егіншілікпен де, мал шаруашылығымен де. Мысалға, егіншіліктен құралдар табады, мысалы, дәнкүш немесе диірмен тас деген сияқты құралдар табады. Мысалы, керамикалар табады, үлкен асық сақтайтын, үлкен ыдыстар, құм. Ал жануарлар сүйегі міндетті түрде керамикамен бірдей табылады, екеуі де өте кең көлемде. Демек айтатын болсақ, отырықшылық пен жаңа мал шаруашылығы, бірақ отырықшыл мал шаруашылығы сол қоныста айналасында мал баққан, сол өзіне ет үшін, тағам үшін. Қазіргідей ғой, қазір ауылдарда да мал сол секілді. Енді бізді қызықтыратын тағы бір тақырып бар. Ол дала әжетханалары. Дала және қала әжетханалары. Сіздерде қандай ситуациялар болды, қандай экспедиция барысында не табылды дегендей? Тазалық жүйесіне қатысты сұрақ. Санитарлық тазалық жүйе. Қазақстанда қалаларда негізі бізде көптеген шұңқырлар кездеседі. Оны бадрап деп атайды термин. Бадрап деп аталады. Ол әртүрлі жазылады. Біреулер қоқыс шұңқыры дейді, біреулер туалет дейді. Бәрінде біреу шынымен тек қоқыс шұңқыры қызмет атқарған бұл, біреу туалет, бірақ туалет кейде қоқыс шұңқырды атқарады. Біз мысалы әжетханаға заттар тастай береміз ғой. Ол уақытта да сондай. Былай айтқан кезде орта ғасырлық қазбада әжетханаға қазу деген ол байлық былай айтқан кезде. Өйткені әжетханада өте көп материал шығады. Керамиканың қалдықтары, немесе сүйек, бүкіл сол кезде қалдықтар. Сосын монеталар табылады ол жерде. Ол енді білмейміз, түсіп қалуы мүмкін немесе жарамсыз болуы мүмкін сол кезде тасталады. Енді бізде унитаздар болған. Унитаз, ванна секілді тазар деп аталады. Бізде отырарда көптеген керамикалық унитаз құбырлары анықталды. Сосын Сауран қаласының керамикалық унитаздар анықталған. Яғни орта ғасырда қазіргідей болмаса да енді көп идеал болмады ғой ол жерде. Бірақ енді әйтеуір оған жақсы мән берілген, әсіресе исламның келу уақытында 10-11 ғасырда дәрет алуға қатысты, сол 5 уақыт намаз орындауға байланысты жаңағы унитаздар, соның қасында дәрет алатын жаңағы кішігірім тазарлар болған, кішігірім құмандар. Сосын дәретхана қағазы ретінде не пайдаланды деп ойлайсыз ол уақытта? Жапырақтан бірдеңе жасаған шығар? Дәретхана қағазы ретінде ол жерде кесектер пайдаланған, саз кірпіштер, эллипс пішіндес қазбада кезінде анықталған олар. Сосын құман, түсінікті құман, жуынар дәрет алады деген секілді. Ал ол тек екі қаланың мысалы, негізі отырар мысалындағы ол. Ал жалпы Қазақстанда қарапайым қалаларда қарапайым дәретхана болуы мүмкін. Енді үстіндегі құрылыс сақталмайды бізде көбінде. Тек астын шоғырлана білеміз да. Ол қазір ауылда да кесектерден, қалайды ол үстінен, кірпіштерден сондай қарапайым дәретхана болуы мүмкін. Енді Қазақстанның әр аймағында әртүрлі болып кездесе ма, әлде барлық жерде бірдей ма? Дәретхана шоғырларының барлық жерлерде кездесуі мүмкін, кейбір жерлерде табылмай жатады, өйткені қазбаның көлеміне байланысты. Мысалы отырар ол ең кең көлемде қазылған қалалар Қазақстанда өте көп жыл зерттелген, жарты ғасыр зерттелген. Ал көптеген қалалар біз енді қаражатқа байланысты проекттер бітіп қалады дейсіз. Соған қатысты толық қазылмағаннан көп ашылмайды ондай нәрселер. Сосын ол дәретхана мысалы тұрғын үйдің ішінде көп кездеспейді. Мүмкін олар айтады, кейбір зерттеушілер олар жаңағы сырттан бөлек әжетханаға арналған не болуы мүмкін, ауыл ашу. Сол жақта жаңағы қоғамдық қазіргі бар ғой, общий дәретханалар сол секілді болуы мүмкін дейді. Түсінікті, рахмет. Ал енді сіз неге осы қазіргі жастар, қазақтың балалары, 21 ғасырдың жастары археология саласына көп қызықпайды деп ойлайсыз? Мүмкін енді қызығушылық болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда жастар ол салаға бармайды ғой. Оның себебі неде? Енді білмеймін. Бірақ енді заманның дамуымен кеткен дұрыс шығар, бірақ бәрі археологиядан табылады. Ол жылда Қазақстанда археология кем дегенде 7-8 адам дамытады, оның өзі жетістік қой. Соның ішінде 1-2 маман қалса археологияда. Оның жетістік міне заман дамып жатқан уақытта. Бірақ десек те ғылым қай бағытта дамыса да ол археология бәрібір болатын сала. Өйткені адамдардың өткен өмір бәрібір қызық, өткен адамдардың ол естелігі бұрынғы. Адамдар тас дәуірінде қалай өмір сүрді, ол мәңгі бар адамның санасында қойылатын сұрақтар. Өйткені ол сұрақтар әлі күнге жауап тапқан жоқ. Көптеген тарихи оқиғалар. Сонда бұл сала бәрі өшпейді. Енді қызығушылық жағынан айта алмаймын оны. Мүмкін енді технологияның заманының технология барғаны шығар. Жақсы, рахмет, дұрыс айтасыз. Енді біздің осы подкастқа, біздің видеоға келіп отырғаныңыз үшін рахмет сізге көп. Маған енді соңғы бір сөзіңіз керек болып тұр. Жастарға айтатын және бізге, өзіңізге айтатын археологияға қатысты. Жастарға жаңа бір қызықты факт айтып қалдыңыз ғой. Агата Кристи. Ол әзір ретінде енді Агата Кристи
өзі ол кісінің күйеуі археолог болған, және екінші күйеуі. Және оның жасы өзінің кішкентай болған. Қазір өте әзіл бар ғой, өзінің мен үлкен әйелге ғашық болса, үйленсе ол археолог деген сияқты. Сол Агата Кристидің сөзі бар. Ең жақсы күйеулер археологтардан шығады, өйткені олар уақыт өткен сайын сені бағалай түседі дейді. Сондай әзілді әңгіме. Ал айтарым негізі өзімді жаспын ғой енді. Өзіңді табу керек шығар, тек қана өзіңді тауып, өзіңнің салаңмен, өзіңнің ішіндегі сұрақтарға жауап беру арқылы үлкен маман болуға болады деп ойлаймын. Сіздерге де шақырғаныңыз көп рахмет. Рахмет, танысқаныңызға қуаныштымыз ағайын.